Sizlerle men Umar Erkin Qatesova Qal'aroqlarda davlat ta'lim nömrə 11-ci orta məktəbinin ustazlıq ballarga ulluq tərbiyə maqsadında Qazaxstan ulluq ata-babalardan qalan oğuzlarını doğrastırıb büyütüyoruz. Kalau kita kami itu, anak-anak ini apa? Orang kita atau apa ya? Kalau kita sama-sama kita, untuk dia sudah terbiasa. Kalau apa? Sama-sama ada jika semuanya orang itu ini mata yang punya mata masuk saldı. Böylelikle her türlü cümlemizi hakkında sahabeyi başlattığımız zaman daim Türklerin izin uygulanması gerekir. Және бұл жаңағы бұл балалар арасында үйрететін қазақтың ұлттық ыдыс аяқтары тегене, ағаш аяқ, ожау және қамшы. Бұларды жаңағы жасағанда бұрынғы кезде смоласы аз ағаштардан жасалған. Бұрынғы кезде жаңағы тамақ ішуге қолданғандықтан оны жасап болғаннан кейін майға қайнатқан малдың іш майларына жаңағы табиғи қайнатып одан кейін оған жаңағы суын алған кезде су сіңбейтін болған. Және қамшы бұл жаңағы барған жерлерімізде бұны жаңағы қайысқан яғни жануарлардың көбіне жаңағы сиыр терісі қалың болады, сол сиыр терісінен балардың терісінен кейде түсіріп алып қайысқан тоқыған. Оның түрлері өте көп. Негізі өрінің түрлері 4 өрімнен басталады, ағай 6, 8, 12 өрі береді. Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге қазақтың көне мәдениеті, қазақтың ұлттық қолөнерімен таныстырамын деп тұрмын. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай бисер мен кестелеу берілген. Бисер мен кестелеу негізі кестелеудің бірнеше түрлері бар. Бисермен кестелеу, біз кесте, таспамен кестелеу деген. Көріп тұрғандарыңыздай мына жерде қазақтың құрақ көрпесі. Бұл жерде велюр матасын қолдандық. Мынауда сынық мүйіз оюмен жасалынған. Мына құрақ көрпеде шүйқұрақ дейді. Шүйқұрақпен оюды қазақтың қошқар мүйізін пайдалана отырып, осы құрақты құрады оқушылар. Мына көріп тұрғандарыңыздай бұл сырмақ. Бұл сырмақты сырып тігу арқылы оқушылар орындайды. Кестелеу арқылы оқушылардың қол икемділіктері, ойлау қабілеттері дамиды. Мына жұмысты шыдамдылықты талап етеді. Тоқтай тұрыңыз. Бұл жасалған бұйымдар табиғи экологиялық материалдан жасалады. Петр матасын қолдану арқылы бұл бұйымдарды оқушылар
1-2 аптада тигип аяктауга болот. Бул буюмдарды жасоо аркылуу биз окуучунун бул икемдилигин, адемиликке деген ынтасын дамытабыз.